Доширакты ағылшынша не дейсіз? Шетелде доширак демейсіз ғой. Бұл instant noodles. Ұна керек болса не дейсіз? Бұл деген flower. Айтылуы гүл сияқты. Flower. Осыны ағылшынша не дейсіз? Chocolate емес, бұл chocolate bar. Мына жүгері үлпектерін не дейсіз? Бұл деген cereals. Cereals деген осы. Ал сіз қарайтын сериалдар ол TV shows. Әр үйде бар осындай сары майлықты не дейсіз? Бұл деген wipes. Ал оғалды майлықты не дейсіз? Бұл деген wet wipes. Сұйық сабынды не дейсіз? Бұл деген liquid soap. Чипсы да ағылшынша не дейсіз? Ұлыбританияда бұны crisps дейді, ал ақшта chips. Айранды ағылшынша не дейсіз? Таңғаласыз кефир. Бұл сөздің ағылшынша аудармасы жоқ. Немесе fermented yogurt drink деуге болады. Майонезді не дейсіз? Бұл деген mayonnaise. Немесе қысқаша mayo дейді. Нешеуін таптың, пікірге жаз, және ағылшынша еркін сөйлеп үйренгің келсе, осы жексенбі 17 тамыз сағат 12:00-де барлық ағылшын үйренушілерге тегін мастер-класс өткіземін. Тіркелу үшін менің профилімдегі сілтемеден өт.